Бұл еңбек жай сөзбен емес, іспен айқындалып жүр. Жоғары біліктілік, лайықты табыс. Еңбек елі. Бұл Қазақстанның барлық аймағындағы жүздеген кәсіп. Еңбек елі. Бұл біздің қоғамның негізін қалыптастыратын тұлғалардың еңбек көрінісі. Әрбір мамандық бұл өзіндік әлем. Біздің түсірілім топ әрқайсының өз тарихын көрсетеді. Біз бұл жерде ертіс суын өңдеуден өткіземіз. Біз оны тазартып, содан соң құрамына химиялық қажетті қоспаларды қосып, нәтижесінде тазартылған су ретінде өндіріске жібереміз. Непосредственно на щите управления. Басқару құралында біз құрылғылардың сағат сайынғы көрсеткіштерін жазып отырамыз. Мәселен, ертіс суын тазартуға қанша шығын кеткенін, барлық коллекторлардың өндіріс жұмысына қанша су жұмсалғандығын, судың температурасы қандай екендігін, жылыту жабдықтарына қанша көлемді бу алатындығымызды белгілеп отырамыз. Сколько берем пара, сколько берем водички. Подаем мы по 3 коллекторам. Біз суды өндіріске 3 коллектор бойынша береміз. Сәйкесінше міндетті түрде бу айдау цехымен әрдайым байланыста боламыз. Егерде қандайда бір жөндеу жұмыстары жүргізілетін болса, біз коллекторларды жабамыз. Судың кермектілігі мен оттегісі жақсы болуын қадағалаймыз. Бұл жерден сонымен қатар бу да өтеді. Это, естественно, и пар у нас здесь также идет. Суды сүзгіден өткізу залында жұмыс істейтін қыздар судың кермектілігін арттырумен айналысады. Өндіріске сапалы су жіберу үшін сүзгіштерді тазалайды. Там у нас находится Бізде сонымен қатар сорғыш құралдары бар. Ол жерде біз қысымды реттейміз. Сорғыштар ретіндегі 8-ші белгіде өндіріс ысырмасы орналасқан. На 8-й отметке. Смотрим вот по уровням у нас. Бізде судың деңгейін өлшейтін арнайы бактар бар. Біз соларға қарап, бізге қанша су керектігін анықтаймыз. На комбинат я устроилась в 1000. Мен комбинаттағы жұмысқа 1998 жылы орналастым. Алғашында 11 жыл қатарынан геодезия бөлімінде қызмет еттім. 2009 жылдан бастап жылу электр станциясының бу ауа станциясына ауыстым. Қазіргі уақытта мен ауысым басшысы қызметін атқарамын. В данный момент за начальника смены работаю. Бірінші химияда бізде 2 адам жұмыс істейді. Олар аға аппаратшы және 3-ші топтағы аппаратшы. Олар суды сүзгіден өткізу залында отырады. Ол жақтағы жұмыс оңай емес, өйткені ол жерде 2 ғана жұмысшы бар. Сәйкесінше артылатын жауапкершілік те мол. Егерде қандайда бір келеңсіздіктер орын алып жатса, біз әрдайым бір-бірімізге көмектесеміз. Мына жақта бізде жұмысшылар көп. Суды сүзгіден өткізу залында жұмысшы бар. Реагентті залда да арнайы маман бар. Сонымен қатар тұз және ақ шаруашылығында да арнайы мамандар жұмыс істейді. Работа мне здесь нравится очень. Бұл жұмыс өзіме ұнайды. Еңбек жолымда қарапайым аппаратшы қызметінен бастадым. Жұмыстың барлық кезеңдерінен өттім. Бұл жер өзіме жайлы. Жұмысым да көңілімнен шығады. Как бы вот по душе моя работа здесь.